Бааларыңыздан соолдум. Бүгүн мындай тақырып. Түшүнөм, энди эч кайсыбыз бакыттан басыбыз айланып рахаттанып эчким жүрген жок, бирок неге деген сурак келет да. Неге айыл адамдар таяк жейт, неге айыл адамдар соорлоп коорлоп калат, неге айыл адамдарын пайдаланып кетет, неге айыл адамдарын ер адамдарын сонча жеккижейт, неге коорлук көрөт. Бул жерде эки адамды кінәлап, эки адамда кінәсі болгондо, эки адамдын бала күнүндөгү әке-шешесинен көрө алмаган мээрим, көрө алмаган сүйүспенчилик, көрө алмаган камкорлук өскенде сонун баары ички дүйнөдөн сырткы әлемге сонун баары чыгып, бүтүп айкайлап, кадимгидей бет бейнемиздеги сол катты бүтүп айкын көрүнүп турат. Ер адамдарга келетін болсақ, ер адамдар анасынан мейірім көрмесе, анасынан жылулық көрмесе, анасынан кандай да бір махаббат көрмесе, ер адам өскенде, кичкентай бала, ұл бала өскенде, ер адам болып калыптасып, гормондары жаңағыдай бүкіл жаңағыдай тұлға ретінде калыптасканда, оған әйел адамы пошақ болып турат. Пошақ деген ешқандай да мәні, ешқандай да сәні, ешқандай да құндылығы, ешқандай да бағасы жоқ. Өйткені ол өзінің анасын сыйламайды, не үшін ол басқа қыз келіншектерді сыйламайды. И мына түпкі санада, түпкі өзінің ішкі дүниесінде ол барлық әйел адамдарын жек көріп тұрады. Оны емдеуге болады, оны бері қаратуға болады, бірақ бізде көбі психолог, психомагтарға, әсіресе біздің қазақтың жігіттері бір түрлі қарайды, сөйтіп бір түрлі болып жүре беріңдер енді. Білмеймін, Құдай бар ғой, бір сәтте, бір уақытта қашан қармалып жатқан тағдырыңыздың тәлкегіне шегі жетеді, сол уақытта бері қарауыңыз. Соған тілектеспін, бері қарайсыздар деген. Енді оғанға дейін Құдай білсін, қаншама не бәле, қаншама қыз келіншектер жылап еңіреп. Қыз баласына келетін болсақ, бұл жерде әкесінен көрмеген жылулық, әкесінен көрмеген сүйіспеншілікті оған барлық еркектер сорлы, сұмырай, қазір орысша боқтаған келмейді, барлық еркектер сүмелек, барлық еркектер сорлы, бейшара, бәрі сондай ең төменгі сатыда болып тұрады. Оны да емдеуге болады, оны да бері қаратуға болады. Сондықтан адам сияқты болып болмасаңыз келсе, емделіңіздер.